Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Достар, бүгін жаңадан посылкам келді айхерттан. Қазір сіздермен бірге ашып көрсететін боламын, ішінде не бар екенін. Келген витаминдардың барлығы бұл қыздардың заказдары. Олар кәдімгідей врачқа көрініп, назначениемен солай витаминдер алып отыр. Келген витаминдерді қазір жеткізетін боламын. И кейбір витаминдерді көрші қыздікі, көрші қыз келіп алып кететін болады. Мындай пакет береді, потому что при транспортировке мына витаминдер шашылып төгіліп қалмас үшін. Келген витаминдер витамин Е. Вот, мына жерде 400 доза, мына жерде 110 штук, күніне достар біреуден ғана ішіледі. Сонда бір адамға 110 күнге жетеді. Мына көріп отырсыздар. Витамине 180 микрограмм деп жазылып тұр. Келесі келген витамин. Витамин А, мына жерде 10 000 доза. 10 000 дозаның сәл кішірек азырақ дозасы да бар витамин Аның. Бренд мынау, айхерттағы жақсы брендтердің бірі. 100 штук күніне тоже біреуден ғана ішіледі. Сонда 100 күнге жетеді бір адамға. Екі витаминді заказ беріп отырған бір кісі қызына, и ол қызының кожасы өте сухой, сол үшін осыны алам деп солай өзі врачқа көрініп назначениемен алып отыр. Келесі келген витамин D3 достар. Витамин D3, если не ошибаюсь, осы екі витамин. Бұлар маған өзіме келген витаминдер ғой деймін, қателеспесем, 5000 дозадан 120 штук күніне біреуден ғана ішіледі. Сонда бір кісіге 120 күнге жетеді. Витамин D поднимает иммунитет, витамин D3 поднимает настроение, стресс, апатия, депрессия, ұйқыдан сізге көмектеседі достар. Осылар в наличии есть. Келесі келген витамин А, Хемаплекс, мына жерде софт гель, яғни капсулы, жидкие капсулы. Бұл поднимает гемоглобин в организме. Хемаплекс 60 штук күніне достар үшеуден ішесіздер, сонда бір адысы 20 күнге жетеді. Бұл витаминді алып отырған қыз, осы сіздер сияқты мені ютубтан көрген, и хабарласып осын алып беріңізші деп солай айтты. Вот, тоже врачтың назначениесімен достар. Келесі келген ол тироид деген. Бұны кезінде мен бір кездері көп алған едім. 60 штук күніне екеуден ішесіз, сонда бір айға жетеді. Мәні составында иод бар, селен бар, магний и медь бар. L-тирозин бар, ашваганта бар и гюгуль экстракт дейді. Экстракты есть. То есть это как бы комплекс. Не үшін достар щитовидкаға жақсы көмектесетін тироид деген сондай комплекс. Вот, бренд называется Natural Factors. Айхерттағы өте жақсы брендтердің бірі. Сонда рекомендую, у кого щитовидкой проблемы. Вот. Мына соңғы витамин. Вот уже коробка пустая, достар. Келген соңғы витамин бізде иммун бусти деген, то есть поднимает иммунитет. Terra Origin деген фирма. Если честно, бірінші рет алып тұрмын, өзім де білмеймін. Мына витамин С, Д, цинк и селен бар. То есть эхиноцея бар, еще есть куркумин в составе. Сосын кейін перец бар ғой, соның экстрактысы бар, джинджер рут деп тұр. И биоперин дейді. То есть андрографис бар еще. То есть омолаживает организм, поднимает иммунитет. Витамин С помогает вырабатываться коллагену. D3, цинк, селен поднимает иммунитет. Вот, я не знаю, классный состав. Бірінші рет көріп, таң қалып қалдым. И осыны заказ бердім. 30 штук достар күніне біреуден ғана ашылады. Енді осының иммунитет көтеретіннің 30 штук бір айға жетеді ғой. Бұның тағы да 90 штук қойдым. 3 айға 180 штук үлкен түрлері бар екен. Енді для пробы деп осылай бірінші рет алдым. Terra Origin айхерттағы өте жақсы брендтердің бірі екен. Вот, қалай мен байқамай жүрген екем достар. Мына осындай витаминдар келді. И потом алдындағы витаминдарды, то есть омега-3 и вот эти магний детские, оларды қазір неге салатын боламын покупательдерге. Бәріңізге рахмет достар, сау болыңыздар.